атадан қалған асыл сөз. Әнет бабаның ой толғамдары. Әнет бабадан жеті қазынаға нелер жатат деп сұрағанда, ол кісі мүдірмей жауап беріпті. Әйел, ер жігіт, ілім, білім, жүйрік ат, қыран бүркіт, берен мылтық, алғыр ит. Соны айтқанда біреу тұрып, баба, қазақта тағы бір мақал бар ғой. Бала белде, қатын жолда дейді. Ер жігіт әйелді жаудан бар болжалап алады. Айттырса қалың малына 40 жылқы айдап апарып береді. Бұл шығын, қазақта тағы бір мәтел бар. Қойныңдағы қатыныңа сенбе, астыңдағы атыңа сенбе дейді. Тағы айтады, атың жаман болса сатып құтыларсың, қатының жаман болса қайтып құтыларсың. Соған қарағанда, әйелді жеті қазынаның бір деу дұрыс бола қояр ма екен? Сонда Әнет баба, әйел жеті қазынаның бірі ғана емес, біріншісі болуға тиіс депті. Дүниедегі барлық тіршілік атаулының анасы әйел. Сондықтан оған тіл тигізуге де, қол тигізуге де болмайды. Пайғамбарымыздың өзі де әйелдерді қатты құрмет тұтқан. Ал бірдекілі ауылдың бейпіл ауыздары әйел туралы жаман сөз айтар болса, ондайларға тыйым салу керек. Әнет баба қартайып, жасы 90-ға келгенде, ел дауы, жер дауы, жесір дауына көп араласпай, Кәләм Шариф, Қожа Ахмет Яссауи, Софаллаяр, Нұрнама секілді кітаптарды оқып оңаша жатады екен. Қоржын кітаптарды ақтарып, кейде көзінің жасы сақалын жуып жылап алады екен, кейде балаша мәз болып күледі екен. Кейде тұңғиық ойға батып, орнынан тұрып ешкімге ештеңе айтпай, қырасып қыдырып кетеді екен. Әнет баба, не іздеп жүрсіз? Кімді іздеп жүрсіз деп сұрапты бірде ауыл сыртында жолығып қалған Қазыбек би. Шырағым, өзімді өзім іздеп жүрмін депті Әнет баба. Жас Қазыбек ештеңені ұға алмай аңтарылып тұрып қалыпты. Түсінбегеніңді біліп тұрмын балам, өзімді іздеп жүрмін дегенімнің мәнісі мынау. Адам баласы Алланың әмірімен жарық дүниеге келгенде пәк, адал, таза болады. Өсе келе әрнені көреді, әрнені естет, жақсыға да, жаманға да бой ұрады. Баяғы пәктігін жоғалтады. Жас ұлғайып, қым-қуыт қызыл жасыл дүниенің қызығы басылған соң, баяғы адал күйіне қайта оралады. Мен қазір қартайдым, су жорғаны мініп көрдік, сұлу әйелді де құшып көрдік, өзен судай тасып та көрдік, өткел бермес дариядан асып та көрдік. Бәрі жалған екен, енді маған ештеңенің керегі жоқ. Баяғы күнәдан пәк, адал жүрегім керек. Өзімді іздеп жүрмін дегенім осы шырағым депті.